Жамбыл жолындағы жан түршігерлік апат. Бір мезетте 15 көлік соқтығысып, көлік тізгінде болған ер адам қаза тапты. Тағы 3 жан сақтау бөлімінен бірақ шыққан. Дәрігер көмегіне жүгінгендері де жетерлік. Трассадағы талқан шыққан көліктер мен шашылған заттардан аяқ алып жүру мүмкін болмапты. Оқиға орында болған адам камераға түсіріп алып, видеоны әлеуметтік желіге жүктеген. Жол көлік оқиғасына кінәлі кім? Қауіпті сапардың ақ-қарасын Шерхан Абзалұлы айтсын. Балық қанша, барып қанша, зат қанша машина. Жол апаты түнгі 3 шамасында Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолында болған. Алғашында Скания жүк көлігінің тіркемесі өздігінен жанып, мына жолдың барлығы жабылған. Арада жарты сағат өткесін мына DAF жүк көлігі тоқтай алмай, алда тұрған 10-нан астам автокөлікке келіп соқтығысқан. Қат соққының салдарынан бірнеше көлік отқа оранған. Арасында 90 жолаушы мінген 2 автобус бар. Олардың 12-сі ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Қазір төсекке таңылған 4 науқастың жағдайы ауыр дейді ақ халаттылар. Себебі оның сол жақтағы екеуіндегі 7-8 қабырғасы сынған. Қазір біреуіне ауыр халде болғаннан кейін реанимация бөлімінде керекті көмектің бәрі көрсетіліп жатыр екеуіне. Ауруханаға жеткізілгендер арасында 3 адам Өзбекстан азаматтары болып шықты. Олар мінген автобус Алматыға қарай беттеген. Солардың бірі Каримова Гүлшихра. Жол апатының салдарынан аяғы сынған. Қазір қажетті емін алып, енді еліне қайту үшін елшілікті күтіп отыр. Сзади получился удар. Біз жол жабылғасын автобуста күтіп отырдық. Ұйықтап кеткен екенмін. Кенет біздің автобусқа артқы жағынан көлік келіп соғылғандай болды. Алдыға үшіп түстім. Көзімді ашсам, көліктен түтін шығып, қашындар жарылат деген дауысты естідім. Есім кіресілі шығасылы, елмен бірге сыртқа шығып үлгердім. Автобустың дымы қалмай өртеніп кетті. Осы сұмдық жол апатынан бір жүк көлігі, 2 автобус және бір жеңіл автомобиль түгі қалмай өртеніп кеткен. Оқиға орнында шетелдік жеңіл көліктің 39 жастағы иесі тіл тартпай кетті. Ал апатқа нақты кім кінәлі екенін анықтау үшін қазір тексеріс жүруде. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 3-ші бөліммен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі таңда қажетті барлық сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Жол көлік оқиғасына байланысты туыстарын таппай іздеп жатқандар үшін қазір қауырт желі іске қосылған. Шерхан Абзалұлы, Еуразия 1 арнасы, Тараз.